Дәулетті оқырмандар, қараңыздар, опыз жыры дейін бе, соның жалғасы жалпы. Мен всегда айтамын, договорная сумма, яғни шарт сомасы үйдің бағасына теңескен кезде опыңыз 16 болса, табыс көзін растамай ала бересіз деп. Мысалы, қараңыз, мына жерде опы 5,76 көрсетіп тұр. Былай қараймыз, ол 16-ға жақындап қалды деп. Ал шын мәнінде толық ақпаратты бассақ, бізде не болып тұр? Шарттық сома 1,300,000-ге ғана ашылған, құрметті оқырмандар, қараңыздар. 1,300,000-ге сіз үй таппайсыз ертең күні. Сіз мысалға опым тез өсіп жатыр деп мәз болып жүресіз, ал шарт сомасын қарасаңыз 1,300,000. Яғни сіздің опыңыз 1,300,000 деңгейінде ғана расчетін алып отыр. Сонда аламызда үйдің бағасы шарт сомасы деп айттым. Мына жерден оны спокойно өзгертуге болады, депозиттің шарттарын өзгерту. Бұрын банкке барып өзгертетін. Қазір осылай онлайн түрде өзгертуге болады. Яғни қараңыз, шарт сомасы, соманы енгізіңіз дегенде, шарт сомасы, мысалға 1,300,000-ге мен үй таппаймын, 13 миллионға бір бөлмелі үй табу мүмкін. Неден, Астанадан мысалға. Ол жерде айтады, мерзімі 3 жыл деген сияқты жинау керек дегендей. 15 жылға дейін максимум жинайсыздар. Енді мен опының барлық расчеты 3 жылмен алынады. Енді арғарайда 3 жылмен расчет ала берейін. Себебі мен мына счеттің ашылған өзі ұзақ болған жоқ. Кезінде үй алдымда, кейін тағы да бір счет ашып қойғам. Тұрғын үй займ, яғни қараңыз, опыңыз сізде 16 болады, кейін нені 6 жылға аласыздар, 72 айға. Сөйтемізде депозит талаптарын өзгерту дей саламыз. Өтінеміз, күте тұрыңыз дейді. Бұндай жағдайда міне көріңіз, заявление тастайсыз, шарттарды қабылдау. Сіздің қазір ұялы телефоныңызға код келеді. Сол кодты 537-494 растау деймін. Өтінеміз, күте тұрыңыз дейді. Күте тұрайық. Жақсы, галочканы қоямыз. Құттықтаймыз, депозит талаптарын өзгерту сәтті аяқталды дейді. Енді қарайық, жаңағы депозит қарасы. Көрдіңіз бе? Опым 5,8 еді, шарт сомасын 10 есе көбейттім, опым 10 есе түсіп кетті. Көрдіңіздер ғой? Ато көптеген оқырмандарым бар, ойбай менің опым 70 көрсеттір, 80 көрсетпеді, ал шын мәнінде шарт сомасы олардың үйдің бағасымен тең емес. Бұл жерде ең мән беретін нәрсе сізде вознаграждение, мысалға. Яғни опыдан көрі салыстырмалы түрде опының көбеюіне әсерін тигізетін нәрсе сыйақы. Мына сыйақы ол мемлекеттің премиясы. Ал мына қызыл тұрған ол банктың беретін 2% жылдық мөлшерлемесі 2,12-ке бөлсеңіз 0,167%. Яғни жатқан ақшаңыз сонша процент қосылып отырады. Әр айдың 30-31 күні ақша түсіп отырады, майда пашақ. Сол сіз вознаграждение жинайсыз. Егер де сіздің вознаграждениеңіз мысалға 10 миллионның үйін алғыңыз келсе, 160 мың вознаграждение жиналса, опыңыз уже по факту 16 деген сөз. Яғни қайталап айтам, мына жерден сіз өзіңіздің үйіңіздің сомасын өзгерте аласыз. Шарт сомасы, міне қарайық, шарт сомам өзгерді. Шарттық сомам 13 миллион. Яғни үйдің бағасы, ол договорная сумма ертең бәріне осыған өзгереді. Көп адам түсінбейді, ойбай банктың менеджермен опымды азайтып жеп қойды деп кейбір адамдар жазады. Ешкім сіздің опыңызды жеп қоймайды. Просто бұл пропорция, бұл математикалық есеп, теңдеу сияқты, пропорциялық. Сондықтан, мысалы, мен жаңа сіздерге түсінікті болу үшін шарт сомасын 10 есе азайттым, 10 есе көбейттім, опым 10 есе азайып қалды. Көрдіңіздер ғой, опым менің 0,5 еді, 5,8 еді, 0,58. Яғни не? Бұл әлі опым менің аз, әлі де ақша жинау керек, себебі менің сыйақым аз деген сөз. Депозиттің шарттарын көрсеткенде жеке кабинеттен 5 секундта өзгерте саласыздар. Өзгерту тегін.